Құлы жеп істемесе әне маекті? Ұлы ма? Сен ана қара, ана кастрол неге? Жұқ бұғымен қайттық бапсан сен? Сенің жегенің сол кастрол білесің ба? Кіттай жейсең жұғын, жуғының орнын қалжайынке тықып тастады. Әмде еркек сондай да, түнгі үштен тықырлап барып жейсің, қайттан тықып кете бересіз да ішіне. Неге ондайсыз? Ош боламыз е. Сон жуып қойға болады ғой, сол айнаны жұғымен тығып жібере бересіз да? Жұғыда жая болмасын, ашып кетпесін дейміз е. Ішіне сақ қойғанымыз мақұл емес пе? Ұлыма порядка жоқ, қараса ішінде әмме зат тұрыпты. Нүе мынау деймін да, нүе мынау, нүе зат мынау. Ой, отыр, берген. Нүе? Анау морозилик анау. Ала? Ана қара пакеттегі нүе? Көш қой. Тіркештің үйі сойып ет, бәйі алдық қой. Тіркештің көшіп кеткеніне 2 жыл болды ғой. 2 жылдан бері сарлап қойсам ананы. Тіркеш кетті Қазақстанға. 2 жыл. 2 жыл сақтадың ба, молодец. Қалады іші. Музей оғында мұнаның іші. Қалады істейміз ба деп тұра берсін ішінде. Мен жемеймін ау. Несі? Қаладесіңді жемеймін мен. Мұнаның ішін тазалау керек, полный убор істеу керек, білесен бе? Ай, сен өзіңді біліп алшы бірінші. Еқті маған. Ана ішінде ана төрде тұрған көрдің ба? Насыбайын құдайдың өлімін жейме мұнан қаладайықтың ішінде. Неге сондай серкектерсен насыбайын қаладайыққа сатып өткен не мый ол? Түсінбеймен сонда. Насыбайымыз мұздай болса мощный болады. Маған мұздай насыбай ұнамайды. Ұнамайды маған. Ана ішінен алып бұзып пісірейін десек насыбайының иісі аңқып тұрады. Не насыбай ол? Ұнамайды маған. Ұнамаса қой естің ба, ұнамаса басқасы тауып ал естің ба? Басқасы тауып алу ма? 20 деп кетесен бар ғой. Сен де қатым маған керек емес. Ұлыма тойдырдым мен. Ұлыма бақа сен ұлыма тойдым. Мен бәрінен тойдым. Жатаман қаза табақ өзің жу. Бермеге. Сен қалай деп кетіп қалатындай. Болды, нерімға тиме, естің ба? Нерімға тиме, баяғыда сөйлесіп жүрген уақытта қандай еді? Вай, күйеме, сүйеме деп. Өзің қандай еді? Мен ажырасам мен тойдым болды. Сен баяғыда барма, жігіт кезінде сөйлескен кезде түрім суық еді. Кәпім суық болды, сөзім суық болды. Үйге көшкеп мынайды 1 жылдан бері жасамадыңыз. Үйім суық сен білесің бе? Зорға тұрмын қазір. Тамам. 1 жылдан бері зорға жасап жүрмін. Ажырасамын мен, болды, тойдым. Ажырасаң. Данкомдан шақырып қойып қоймас. Кім? Данком шақырып қойып па? Молодец, данком ажырастырады біздер, молодец. Маған қара, ажырасамыз дедің бе? Болды, шешім болса ажырасамыз. Болды. Қазір мына үйді сатаман мен, сол мұздай деп атқан үйді сатаман, жартысын саған беріп жіберемін. Естің бе? Тап қазір, тап жаңа Шоманайдың Дағаза деген несінде группасына үй сатылады деп тастадым. Қашан жаздың? Жаңа жаздым. Жаңа жаздың. Одан кейін Азанға такси дегенмен толған шығар өзі. Болды. Қазір клиент келген уақытта мына үйдің мұздай екенін, мұздай қалай сатасаң мұздай үйді? Шешінесің, терлеп жүргендей болып жүресің көзіне. Көзін алдайсаң да сатып жібересің болды. Естің ба? Тер шығып тұрғандай қойсын десең, тер шығып сатып жібереміз. Шешін. Ажырасу пікіріңнен қайтып қалдың ба? Жоқ, шешін. Давай, шешін. Жора! Қолайсыз уақытта көп болдың ба дедім, шешініп атысың. Үйді сатуға репетиция көріп атырмыз мына. Ысыдай қылып көрсете жақпыз мына. Мұздай мына үйді. Сен не күштеңе? Жора маған 50 мың сом ақша беріп тұрса. Ешті? 50 мың сом. 50 мың жоқта 30 мың бар сол. 30 мың берейін. 20 мың қашан бересің? Ақша даузан берейін? Тезірек берсем, мен қарыздарым жинап жүрмін да бір қатар беріп тастап, тезірек жүре бермей. Береміз дей бермесе болды. Не бар? Шешініп әммеңіз. Үйді сата жақпыз, мына мұз қара кесек үйді сата жақпыз, мұз қара кесек деп айтып қойды. Терлеп тұруымыз керек, мынандай қылып терлеуіміз керек. Терлеуіміз керек, көрдің ба? Үйді сатып. Шешін. Жора, до конца сүйіншін бар ма? Любой. Шешін. Басып кетпесе болмын. Шешіндің ба? Шешін, келді. Данком маға? Амаштата! Шешініп арасы ғой. Данком маға? Сен қатын емес пен епті сүйгім шешін. Сен не үшін Данком маға кім шақырды сені? Қатын шақырды ғой. Неге шақырдың? Сен оны метанда едің ғой. Мына
ажырасайық деп бағана келіспен шақырдық қой енді сол кезде енді. Болды. Келіспен зат ойын болды. Сата жақпыз, біздер ажыраса жақпыз. Қазір үйді ысыдай қылып көрсетеміз да, соның үшін шешініп жатырмыз. Сатып ақшасын береме саған. Уайымдама, естідің ба? Аламан. Ол береме дем ба, береме. Ажырасамыз деді ме, ажырасамыз. Болды. Так. Ал, Шешін. Доғырға шешін. Шешін. шешін бол. Ол шешін. Ажырасам емес мен. Осы жерде не? Үйде ысылатпашты керек. Терле. Тез терле. Біле паша. Ой. Не қылып шешін дейсің? Әне көрдің бе, үй деген жағын тұрмын. Мүмкін емес, үй сол дәрежеде ыссы. Әмде көшемізге, әмде үйге келіп бір ысынып кете береді ау, я? Өткенде Самардан келіп үйге ысынып кетейін деп қалып едім, мен яқ дедім, яқ үйге келмеді едім. Көрдің ана, даңқомдарым үйге келіп жылынатын болды қазір. Үй деген ыссы, Құдайға шүкір. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Үйлер сұп-суық бұл. Ыссы ғой. Суық үйлеріңіз. Майкмен отырғыз адам, көрмедің бе? Ағасының үйдің суық тым тар үшін қонақ қоятын. Тар деп келістіресің ау. Жасайтын үй көміз емес па? Асты сатқан балаларың бардай. Аламыз үйді. Соны үш жер айту керек пе еді? Так, еркек сөйлесейік. Жыр өзім мен саған үйді көрсетейін. Мына жақта әмме шариғатта жаратқан жұрттан көмаға үйді таныстырайық, көрдің бе? Мына жақта міне сал бар. Атаңыз кім? Роза. Сен естіп қалдың ба саған? Балаларым жоқ деп айтпа деп. Мына үй киелі. 7 балам бар мен. Сондай ма? 7 балам бар. Түнде ұйықтаймын, азында 2 қабат ояна беремін ғой. Сондай жерде киелі. Бисмилла деп кір мына үйге. 7 бала полный бар ғой. Ұйықтайсың 2 қабат болып қала бересің. Бірден азанда болып 2 қабат оянып кешке дейін тұрып істесең 7 бала бар. Бір частный балабақша ашсам екен деп отырып едім. Онымен саған бұйырсын дедім. Кейін сатып алатын адамға бонус сол дедім. Саған тастап кетсем. Үй осы. Жып-жылы жанып тұр, көрдіңіз ғой. Болды. Ағасына үйді алайық. Жаңа өзіңіз бе таптар деп алаймыз деп отқан? Яқ, мына үй киелі үй екен, алайық. Кейін ойласам шығарыз. Кеттік. Не айттың? Болды, алады болды. Құдайдың өлімін аламадымын демей шықпет қомналар. Алады қоны. Ұлыма болмайтын қатынсың. Менің несібемді қырқып жүрген қатынсың, білесен бе? Ұлыма несібемді қырқып жүрсен сен. Ажырасамыз дедік пе? Ажырасамыз болды. Ажырасамыз болды. Сенмен бар ғой. Балалар қалсын көшеде бар ғой. Ажырасамыз болды. Естің бе? Ажырасамыз болды. Ей! Lan beş maket var mı? 5 maket. Атаңыз? Даңғымаға, ажырасасың ба? Ажырасасаң, бір өзің еркек болып не қылсын бе? Жен сәбет, мен сәбет әкемейсен бе? Солар ажырастырмай ма? Жесіреттің өзі кеше ажырасып не қалсы оның анасы? Ей, сіз ішіңіз пісе ме? Ажырасаман дейсіз. Аңсап та сонда ажырасу, я? Мынан деп балан жылады, сізде қалады. Жеті баланы тастап кету аңсап та сіздерге. Ақмақлар. Ей, бір тырнақ қазан әзір. 7 баламен тастап кетесен бе? Ақмақ? Бала, мынада қалады ғой, мынада. Жүресен одан есен, далада қал. Ей, сіздер. Аңсап көріп тұрсың да, е? Ей, менен мысаламайсыз ба? Балаларың ертең әкеге зар болады. Әкенің мейіріне зар болады. Жүрсін міне мен, әкенің мейіріне зар бол. Қайықтар затлар ядынан жүріңіз. Әкенің зарлама бастиян. Жас уақытта әкеме арнап қосық жасаткен. Сағынышы күшті. Соны айтып берейін сіздерге. Бәлкім жүрегіңіз жібереді. Әкеме асқар тау. Оны мен 7 жас кезімде жаздым. Қол шапалақ болса айтып берсем, ә? Ол қызығын айтайын сізге қалай шыққанын. Bir gün әкем